кітап қоғамды дамытатын қуатты құрал ғана емес, кейінгі ұрпаққа өшпес із болып қалар құнды белгі. Адамзат тарихында әр қоғам өзінің құндылықтарын әркез соңына дейін кітап арқылы қалдырып отырған. Шындығына келер болсақ, кітап таусылмас рухани қазынаның ең негізгі бастау алар бұлақ көзі болып есептеледі. Ал осы кітапты сақтайтын кітапхана білімпаздар мекені. Ендеше кітапханамызға келіп түскен балаларға арналған кітаптармен таныс болыңыздар. Жаңа кітаптар балаларға ерекше қызығушылық тудырады. Бұл кітаптар балалардың білімін арттырып, қызығушылықтарын оятады деген сенімдеміз. Жазушы Бейбіт Қойшыбаевтың «Ғажайып шақ» атты бұл кітабына мектеп оқушыларының тыныс-тіршілігін арқау еткен шағын хикаяттар мен әңгімелер еніп отыр. Бердалы Рысбековтың «Ізгілік туралы ертегі» кітабында шығармалар желісі ширақ, балаларды еліктіре алатындай көркем әрі жеңіл тілде жазылған. Жазушы Жолтай Жұмат Әлмашұлы «Бала өмірінің хикаялары» атты кітабына өзінің балаларға арнап жазған үлкенді-кішілі көркем шығармаларының басын біріктірген. Өзіндік өрнегі бар балалар тақырыбына аса жүйрік жазушы Сәбит Дүйсенбиевтің «Қағаз қайық» атты жинағына балалар мен жасөспірімдердің жүрегіне жол тапқан лирикалық әңгімелер мен ертегілері, сондай-ақ повестер, қолжазба және аудармалары еніп отыр. Ақын Ермек Сахариевтің бұл жыр жинағына отан, туған жер, қоғам, ұлттық мүдде, халықтық салт-дәстүр, ата-ана және достық тақырыбындағы бас-аяқ жұп-жұмыр ойлы да сырлы, назды да мұңды жырлары топтастырылған. Жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Әлжан Тегінің «Базарлық» атты жинағына балаларға арналған әңгімелер мен ертегілері топтастырылған.